баягы 5-6 миллион кетті. Мен танымаймын дейді. Қалай кетті деп. Мен сені танып алмаймын деп демесін біріншіден. Сен бір халықтың батыры едің, бір халыққа еңбегі сіңген бір кісі едің танитындай. Мен сенің өзіңді лично жеке танығалы осы бір 2 ай шығар. Онда да мен сен блогер екеніңді сол кезде көргенмін негізі. До этого мен сені көрмегенмін, танымаймын да, білмеймін да. Екінші мәселе, 5-6 миллион кете ма, қалтаңнан 10 миллион кете ма? Маған сұрақ қойды, Айгүл Дубайда жүр деді. Мен айттым, сенде бар. 500-600 мың теңге тапса сенде бар. Тәуіржанды танисың ба? Мен айттым, танымаймын дедім. Танымаймын, мен сені танымаймын деді. Действительно, мен сені танымаймын мысалы. Мен тану дегенді, мен жақын араласу деген деп қабылдайтын адам мысалы. Мен сені танымаймын мысалы, кім екеніңді де білмеймін. Не істеп жүргеніңді білмейтін адам мысалы. Сол себепті сен дұрыс жасамадың ғой, қате жасап қойдың негізі. Біріншіден сұрау керек қой адамнан, қалай болды, не болды деп, қалай болып жатыр деп. Лично мен саған претензиям болатын болса, мен сені өзіңе шығатын едім негізі. Қай жағынан болса да. Көбісі уайымдап жатыр екен, уайымдап жатқан жандарға уайымдамаңыздар, менде бәрі жақсы деген сияқты ғой. Көбісі айтып жатыр, соған бола, сол бір видеоға болар ренжіп жатсың ба деген сияқты. Ондай емес. Мен бір видеоға ренжитін кішкентай қыз емеспін. Просто ол жерде клубқа барғанда Сразу сложили груда. Тойдық. Той. Уайымдамасыңдаршы. Нәрсе болатын болса андай спонтанно болады ол келіп. шыдайсың сонда. Наоборот, андай болады ғой, айтады ғой, балаң үшін шыдап қалмадың ба деген сияқты. Ал менде мынандай болды. Мен наоборот балаларымды ойлап, сол үшін кетуім керек деген сияқты. Себебі олар соны көріп өспесін деген ой болды менде. Көбісі ойлайды, мен жібір. Бұл қыз әбден құтырған қыз. Жүрісіме қарап, сөйлесіме қарап солай ойлайды, бірақ мен бұрын күйеуіммен қиыншылықты да көргем, қуанышты да көргем. Еріккенімнен ажырасқан жоқпын, ол да маған оңайға соққан жоқ. Ажырасқаннан кейін де ол да маған оңайға соққан жоқ. Өз-өзін қалпына келтіру, 2 баланы одан кейін өзімен бірге алып кетіп, даже жаңа өмір баста ол қиын, мен білемін оның бәрін. Но бірақ кез келген адам бақытты болуға лайық деп ойлаймын. Қыздар бүгін маникюрға
әйтеуір шүкір алла деп көшіп орналасып алдым. Квартирамды бүгін тауып, мына место сөйлесіп, хозяин жақсы кісі екен, бірден сөйлесіп, давай деп. Сонымен көшіп кеттім, өзіме квартира қатынады. Қатты күшті емес, қатты жаман емес. Средний ремонтпен, әдемі, былай уютный деген сияқты ғой. Өзіме жақты бірден, келген кезінде, көрген кезінде бірден сразу все аламын дедім. Анда көп іздеп жүрген жоқ жағынан. Бірақ көшу кішкене қиындау болып кетті енді. Зат көп деген сияқты әйтеуір көшіп алдым, бірақ сонымен қазір заттарды жайғастырғым келмей шаршап отырмын. Былай арасында маханди жеп жатырмын. Қазір Таразға шығуым керек, 3,5 сағаттан кейін сағат 11-де Таразға шығуым керек. Балаларды алып келуім керек. Сонымен болды. Не дейсің? Комфортный шығып тұр. Үш адамға білгідік дейсің ба? Не дейді сонда, жақсы дей ма, қалай дейді? Парфюм күшті болып тұр ғой дейді. 150 мыңға алса күшті болады ғой. Өтінік өзі кейін алды. Ағам туғанға келген соған. Апалар ше, Шымкент апалар ұстап алды. Мақпал апайға бәрін көзінше. Айгүл келін аласың ба, қайт деп жатыр да. Қашсам да қоймады, сосын Мақпал апай. Алады деді да, мен де алады дей салдым. Дұрыс айттың ба? Балаң красавчик па? Бәрі апалар не үшін сұрап жатыр деп жатыр. Күн сайын 100 бір гүл берейін, гүл беріп қалып алайсыңдар. В общем, қалаға шықтық. Планы наличкамыз бар. И, конечно же, балаларды қуантамыз деген сияқты ол, короче. Шашты істеп алдық енді. Үтік болып шыққасын ғой, үтік. Кет, жүр. Өге. Бізге тағы бір 2 велосипед керек болып тұр ғой. Қалаға шықтық. Мен промокодымен 105 күн алып отыр. Бүгін де прям жақсы болып отыр. Всем удачи. Балдар тауып алдым мына жерде. Бала шаға болып. Бүйте енді мен бір жігіттерді кішкене бір шетте жинаймын. Қара, сен мына жаққа кеп. Так, сен тоже кеп қаласың ау. Сен мына жаққа, сен де болып тұрсың. Сен мына жаққа. Мына жаққа тұрыңдар. Шетке тұрсың да, шетке. Сен мына жаққа тұр. Тоже кеп тұрсың. Неге төртеуің? Қоя демеңдер. Төсеңді жағатыңдар. В общем, сөйлеспейміз. Сендер екеуің сөйлеп бастайсыңдар, короче. Ұтқан адамға 10 мың теңге беремін. Ұтқан адамға. Қанша счет? Менде де беріп қала. Так, сен бөлісесің ба, дос баламен бөліспейсің ба? Бөлісесің ба, молодец екен, 10 мың теңге. Екеуің бөлісіп алатыңдар, иә? Молодцы. Тосын, жеңістерің, давай. Тихо, қалып кетті. Даже командамен, тихо. Давай, кеттік, сөз бастаймыз. Бірге, браво. Давай, кеттік. Сөйтіп тұсадың ба? Бөлісесің ба, бөліспейсің мына жерде? Бөлісесің ба? Кеттік, дальше екеуі. Кім бұтты? Қазір ашап белімді қалтақшаны көдіріңдер. Маған да 10 мың берші. 20 мың берші. Кім еді жаңа? Отқан? Все, мәнді. Все, екеуін бөліп алсыңдар, Енді 4 мың қалдыңдар. Енді ең қызығы болған кетіп тұр енді. Мына жаққа тұрыңдар. Енді ең қызығы болған кетіп тұр. 4 финалистер. Келіңдер мына жаққа. Енді финалдан ба? Жоқ. Именно кішкентай 4 жігіт керек жаңағы. Тихо.
беске келіп ішіп едім. Хорошо. Сенікі, иә? Енді екеуің давайте. Кім ұтты? Так, кім ұтылды? Екеуің ұтылдыңдар ма? Мынаңдар. Ұтылғандар екеуің бөліп аласыңдар. Хорошо? Бес-бесіне бөліп аласыңдар. Нормально ма? Ренжіс жоқ па? Все. Магазинге бар да, жүгіңдер. Магазинге біраз салыңдар. Енді екеуің. Достар, көптен күткен клип шықты. Мен Айгүлмен дәл қазір ссылкадан басып. Достар, жаңа ғана маған пингудан түскен болатын. Мен промокодымен 100 приспен ала аласың. Bunu көріп тұрсыздар. Концерт біткен кез апалар келіп, мына Гүлжанның мамасы, Гүлжан. Мен балам блогер ғой. Күніге телевизорда көріп отырамын. Ай, шынымен Айгүлдің аласың ба, келінге алайсың ба? Жоқ, жамап бер, жамап бер, Айгүлді алам деп. Айгүлді аласың ба? Балам ұнатса алам деді. Айтты, балам ұнатса алам. Алыңдар. They never lie. Достар, мен айтқан болатын, біздің видеолар істеген осы қазір. Келді ма? Ja, рахмет. Өзі шоқып тұрып қалған. Енді сіз көп видеоларды істедім. Енді қараңыздар, біздің телеграмдағы біздің Гүлжанский деген телеграм канал бар. Соның ішіндегі видеолардың бәрін алып, тиктокқа, инстаграмға көшеге сала беріңіздер. Еще креативді болсын. Қашаңызға, қалайсыздар? Эфирден шықтым.